Алматы қаласында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Алматы өкілдігінің ұйымдастыруымен 25 қазан Республика күніне орай дәстүрфест көрмесі өткізілді. Көрменің салтанатты ашылуына батырлар тобы арнайы трюктермен өнер көрсетсе, ұлттық шапандар тобы қазақи нақышта киімдер тігіп, елге дәріптеп жүрген бренд иелері өз өнімдерімен ортаға шықты. Ұлттық киіммен кимешек киген апалар тобы халық алдына дәстүріміздегі әйелдер киім үлгісін дәріптеп, темір ұстасының киімдері көпшілік назарына ұсынылды. Сондай-ақ қазақ дәстүріндегі табақ тарту әдісін нағыз маман жұртшылыққа таныстырып өтті. Көрменің ашылу салтанатында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының ыстық ықыласымен сәлемін наиб мүфти Кенжеәлі Қоңыратбайұлы жиналған көпшілікке жеткізді. Енді біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтиі Наурызбай Қажы Тағанұлының бастамасымен осындай бүкіл біздің осы Қазақстанда елімізде осы өтіп жатыр деп айтсақ та болады. Себебі қазақ халқының болмысы ислам дінімен біте қайнасқан, оған ешқандай шүбә жоқ. Себебі ғасырлар бойы мыңдаған жыл деп айтсақ та артық болмайтын шығар. Біздің қазақтың салты, дәстүрі, әдеп ғұрпы күні бүгінге дейін осы жалғасып келе жатыр. Себебі ол біздің асыл дініміз ислам дініне ешқандай қайшылығы жоқ біздің дәстүріміздің. Сондықтан ол осы күні бүгінге дейін өмір сүріп келе жатыр, былайша айтқанда жалғасып. Біздің Қазақстан мұсылман діни басқармасы біздің мысалға әрбір республикадағы имамдарымыз әрбір жұмада бас қосқан уағыз насихаттарда осы дәстүрімізді сол шариғатымызбен бірге уағыз насихат етіп жатырмыз мысалға. Ал бүгінгі көрініс әрине біз бүгін осы демалыс күнге беріп жатырмыз. Көбірек әсіресе жастар, халық, апаларымыз, аталарымыз жиналып осынен көрсін. Бұл жерде көрмеде барлық біздің дәстүріміздің барлық көрініс көрінген. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ел мұсылмандарының қара шаңырағы. Мүфтият қашанда ата-бабадан мұра болып қалған мұсылмандық мектепті ұстанып, салт дәстүрімізді дәріптеп келеді. Мысалы, мүфтият бұған дейін Дін мен дәстүр атты бірінші және екінші кітабын шығарса, жуырда Дін мен дәстүр үшінші кітабы жарық көрмек. Сондай-ақ бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының бастамасымен мүфтияттан арнайы дін мен дәстүр бөлімі ашылды. Бұл бағыт жамағат арасындағы құстың қос қанатындай болған осы қос ұғымды насихаттауға күш салмақ деді Алматы қаласының бас имамы Төлебек Оспан. Бүгінгі шара Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұйытқы болуымен мешіт ауласында тұңғыш рет өткізіліп отыр. Бұндағы мақсат осы дін мен дәстүрдің сабақтастығын дәріптеу, көрсету. Шындығында осы біздің өзіміздің ұлттық кодымызды, өз ұстанымдарымыз, әсіресе салт дәстүріміз бұл дінге қайшы емес екендігін, біздің мынау күнделікті тыныс тіршілігіміз, өмір салтымыздың барлығында қарап отырсаңыз, салт дәстүрдің бір бөлшектері бар екендігін жаңағы бүгін көрсеткіміз келіп отыр. Бұл жерге біздің жаңағы ұлттық тағамдар, ұлттық киімдер, қол өнер, әшекей бұйымдары, осы сондай-ақ мына жерге Абай атамыздың кезінде өзі қолданған ер тұрманы және мынау ұмыт болған темір ұстасы да келіп өзінің бұйымдарын халыққа көрсетіп отыр. Бұндағы мақсат бұл дүниелердің барлығы ескілік заманда қалған жоқ. Шын мәнінде қазақ қоғамында қазір күнделікті тыныс тіршілікте заман талабына сай осы ұлттық дүниелерді ұсынып жатқан біздің кәсіпкерлердің, мамандардың, дизайнерлердің бар екендігін бүгін көрсету. Шындығында қарап отырсаңыз, мына дәл менің үстіндегідей шапан, басқа да осындай сынды шапандарды қазір тек қана мынау наурызда той жиында емес, күнделікті өмірде халық кие басталды, қолдана бастады. Әсіресе осындай ұлттық дүниелерді насихаттаушы мен айтар едім, бұл имамдар деп. Өйткені намазда да және басқа да түрлі жиындарда да күнделік тыныс тіршілікте де осы мына әртүрлі форматтағы шапан, тақияны, шекпендерді біздің имамдарымызда дәріптеп келе жатыр. Мына бүгін мен ойлаймын, бұл халыққа республика күнінің қарсаңында керемет бір тарту болды, мерекелік бір шара болды. Енді үміт етеміз, алдағы уақытта бұл шара жалғасын табады, республикалық деңгейге көтеріледі деп үміт етеміз. Дәстүрфест көрмесіне келген көпшілікке ақжаулықты аналар шашу шашып, келіндер қонақтарға бауырсақ дәмін
дәмін ұсынды. Көрменің келесі кезеңі әжелердің жүн түту, сабау, жіп иіру секілді салт дәстүрлерімен жалғасын тапты. Жиналған қауым алдында баланың тұсау кесу дәстүрі орындалып, оқырманмен ой бөліс жобасы аясында ғалым PhD доктор Азамат Жамашевтың, PhD докторанты Сырым Шахизаданың, ұстаз Ерлан Ақатаевтың оқырмандармен кездесуі өткізілді. Ұлттық мереке қарсаңында ұйымдастырылған дәстүр-фест көрмесінің басты мақсаты халық арасына дін мен дәстүр сабақтастығын дәріптеу болатын. Меруерт Нұрқасым, Абылай Молдашев, арнайы Мұнара үшін.